Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі қолжетімді вулкан пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Алдымен заварной крем жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа және үстінен қант жақсылап араластырып, сосын үстінен ұнды салып, біркелкі араластырамыз. Үстінен сүт құйып, барлығын жақсылап біркелкі араластырамыз. Ішінде түйіршік қалып кетпеу керек. Отқа қойып, тоқтамай араластырамыз, асты күйіп кетпеу үшін. Осылай қоюланып қайнағаннан кейін өшіріп, үстінен сармайымызды салып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Бетін пищевой пакетпен нығыздап жауып қоямыз. Ал енді бисквитін жасаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқаны миксермен жақсылап араластырып, үстінен қантты салып, барлығын жақсылап біркелкі араластырамыз. Үстінен сүт және сұйық майды құйып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Алдымен үстінен какао салып араластырамыз. Сосын үстінен ұнды салып, түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді 22 диаметрлі табамызға салып, ортасына заварной кремімізді саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіп дайын болады. Бетін өздеріңіз қалауларыңызша сәндеп әрлесеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!